Жүрек ауруларын қалай емдеуге болады? Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, миокард инфарктісі тағы басқа. Жүрек қан тамырлары ауруларының түрлері қандай? Жүрек қан тамырларының жарылуы, жүрек бұлшық етін қанмен қамтамасыз етіп отыратын қан тасымалдаушы тамырлардың зақымдалуы. Бас қан тамырларының ауруы, миға қан тасымалдайтын тамырдың зақымдалуы. Перифериялық артерия ауруы, аяқ пен қолға қан тасымалдайтын қан тасымалдаушы тамырлардың ауруы. Туа біткен жүрек ақауы, баланың дүниеге келген шағынан жүрегінің деформациялануы. Терең тамырлардың тромбозы және өкпе эмболиясы, жүрек пен өкпеге жететін қанды тасымалдайтын аяқ қан тамырларында қанның ұйып қалуы. Инфаркт пен инсульт, әдетте жүрек пен миға баратын тамырлар бітеліп қалған кезде мазалайды. Жүрекке қан жетпеген жағдайда қандай аурулар пайда болады? Жүрек қан тамырларының бұзылуы мынадай ауруға шалдықтырады. Вена қан тамырларының кеңеюі. Ұзақ уақыт аяғынан тік тұрып жұмыс істеген адамдарда вена қан тамырлары кеңейеді. Сыртынан түйін-түйін болып көзге айқын білінеді. Аяқ көп қимылдамаған соң, оның бұлшық еттері де жиырыла алмайды. Жүрек кемістігі. Жүрек кемістігі туа пайда болған және жүре пайда болған деп екіге бөлінеді. Туа пайда болған кемістік іште жатқанда ұрық жүрегінің дұрыс қалыптаспауынан туады. Ондай ақау жүректің жүрекшелерінде байқалады. Жүре пайда болған кемістік жұқпалы аурулардың әсерінен де болады. Анемия, яғни қаназдық, қанда эритроциттердің азайып, гемоглобиннің кемуінен болады. Негізгі себептері денеден көп қан кету, химиялық заттардың, удың, безгек ауруының әсерінен эритроциттердің тіршілігін жоюы, бауыр көк бауырудың зақымдануы, эритроциттердің түзілуіне қатысатын заттардың жетіспеуі, яғни темір мен В12 витамині. Қан оттегіне қанықпағандықтан мүшелер мен ұлпаларға оттек жетіспейді. Осы себептен зат алмасу бұзылады. Эритроциттердің мөлшері азайғанда қанның тұтқырлығы төмендеп, жүрек соғуы жиілейді. Қаназдықтан жүрекке көп күш түседі. Оны қан құюы арқылы емдейді. Аққан, лейкемия ауруы. Лейкоциттердің тез көбейіп, қан ағынын толтырып жіберуден пайда болады. Лейкоциттердің эритроциттердің түзілуіне кедергі жасайды. Бұл ауруды рентген сәулесі радиоактивті элементтермен емдейді. Жүрек ауруының белгілері қалай білінеді? Жүрек ауруларының алғашқы ескертуі ретінде инфаркт пен инсультті атауға болады. Науқаста бастапқыда мынадай белгілер байқалуы мүмкін. Кеуде жасушалары ауырып, жайсыз сезім болады. Қол мен сол жақ иық ауырып, шынтақ жақ немесе арқада жағымсыз сезім пайда болады. Кейде бет жансызданады, көзі көрмей қалуы мүмкін. Бұдан басқа науқастың басы айналып, дем жетпей, жүрегі айниды. Қандай факторлар әсер етеді? Теледидар көру, ұзақ уақыт теледидар алдында отыру, жүрек ауруы, сал ауруына шалдықтырады. Екінші, депрессия. Стрессті, агрессивті және депрессияға жиі түсуі жүрекке едәуір зиян тигізеді. Қорылдау. Бұл ұйқы жайсыздығының жүрекке әсері екенін білдіреді. Жалғыз өмір сүру. Айналадағы ортамен араласу адамның денсаулығына пайдалы. Денеге шамадан артық күш салу. Спортпен шұғылдану кезінде денеге шамадан тыс артық күш салу және толығымен тастап кету өте зиянды. Спиртті ішімдік. Спиртті ішімдіктердің салдарынан пайда болатын артық салмақтар да жүрек саулығына кері әсер етеді. Тым көп тамақтану. Күнделікті шекерлі сусындардың орнына қарапайым су ішу керек. Нан және ұн өнімдерін азайтқан дұрыс. Шекер, май және калория көлемі тым жоғары
азықтардың құнарлығы төмен болады. Темекі жүрек ауруының басты себебі темекі шегу болып саналады. Тұз. Неғұрлым тамақта тұз көп тұтынылса, қан қысымы да арта түседі. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу үшін жүрек ауруының алдын алу, жеміс-жидек пен көкөністер жеу және диета сақтау маңызды. Болмаш нәрсеге алаңдап ашуланбаңыз, жиі жүгіріп тұруды әдетке айналдырыңыз. Салмақ қоспауға және өз салмағыңызды сақтауға мән беріңіз. Тым ауыр шаршататын жұмыстардан аулақ болыңыз. Уақытылы ұйқы және демалуды назардан тыс қалдырмаңыз. Күніне кем дегенде 10 минут таза ауада серуендеу пайдалы. Емделуі қажет тістерді емдетіңіз. Көп мөлшердегі майлы еттерді, сүтті тағамдарды тұтынбаңыз. Консерві, шұжық, сыр, маринадталған тағамдар, балық, шоколад сияқты азықтарды аз тұтыну қажет. Жүрек ауруын өз бетімен үй жағдайында емдеуге болмайды. Кардиолог мамандардың айтуынша, бұл организмдегі басқа аурудың туындауына себепші болуы мүмкін. Сондықтан, әр 6 ай сайын жүрегіңізді тексертіп тұрғаныңыз жөн болмақ.